Құдайдан бала тілейді. Баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді. Артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек бедің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың. Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тірлікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Егер жаманшылықты көп қылған болсаң, балаңның оқыған Құраны сені неге жеткізеді? Тірлікте өзің қылмаған істі, өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақырет үшін бала тілегенің, балам жақсыда өлсін дегенің. Егерде ер жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туа ма екен? Ондай баланы сен де яке, сенің еліңде ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің? Жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма жоқ па? Үшінші, малың болса, кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Балаңның мал табарлық болары, мал шашарлық болары, ол да екі талай. Қош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Әуелі өз күнәңді өзің көтергеніңмен тұрмай, балаңның күнәсін тағы да ортақ боласың. Әуелі балаңды алдайсың. Әне, оны берем, міне, мұны берем деп, басында балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, да деп біреуді боқтатып, кәпір қиянқы осыған тимеңдерші деп, оны мазаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде молданың ең арзанын іздеп, қаттанысы болды деп, қу сұм болды деп, пәленшенің баласы сенің сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осы ма бар берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілемейсің. Тілейсің. Құдай береді, бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып мал табарлық қуат берді. Ол қуатты адал кәсіп қыларлық орынға жұмсамайсың. Ол қуаттың орнын тауып сарп қылар бірлік ғылым береді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керегі жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуді жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң, болғаны. Іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес, бұл абыройын, арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Қош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың байдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзің табалмасаң, балаң тапсын. Ғылымсыз ақыретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім. Малды иттікпен тапса да, адамшылықпен жұмсаған.
Bәрі де иттікпен табап, иттікпен айырылады. Бейнет күйігі ызасы сол шөуден басқа еш жерсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады. Жоғында мағанда баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.